Халықтың өмірі мен денсаулығына тікелей әсер ететін жайттардың бірі жол қауіпсіздігі. Өкінішке қарай, елімізде бұл салада түйткілді өршімесі азаймай тұр. Бұған президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі халыққа жолдауында арнайы тоқталып, көлік жүргізу мәдениетін бүкіл қоғам болып қалыптастыру қажет деп нақты атап өтті. Деректерге жүгінсек, Қазақстанда 2025 жылдың бірінші жартысында 15.698 жол көлік апаты болған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 54%-ға көп. Жол апатында 22.342 адам зардап шегіп, 1.466 адам қаза болған. Тек бір айдың ішінде Қазақстанда ірі жол апаттары болып, 30 адамның өмірі қиылған. Атап айтқанда, кеше ғана Павлодар облысында 5 адам, өткен осы айда Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам, Жетісу облысында 10 адам, Қарағанды облысында 5 адам қаза болған. Яғни бейбіт күнде қаншама отбасы қайғы жұтып, қара жамылып қалды. Бұл өте алаңдатарлық жағдай. Жол апатының 1/3 жүргізушілердің белгіленген жылдамдықпен асып кеткендігінен, рульде ұйықтап кету, қарсы жолаққа шығып кетуден болады дейді сарапшылар. Бір ғана мысал, жыл басынан бері Қарағанды облысының тас жолдарында 49 адам қаза болса, соның 1/3 таксидің қызметін пайдаланған азаматтар. Дәл осындай жағдай республикалық маңызы бар трассалардың барлығына дерлік тән. Такси жүргізушілердің көпшілігі жас жеткіншектер. Олар күні түні демалмай, 3-4 рет қала аралық рейс жасап, жолаушылар тасымалдайды. Түні бойы денені сергітетін сусын ішіп, оның әсері біткеннен кейін лезде ұйықтап кетеді. Соның салдарынан жоғарыда аталған апаттар орын алып жатады. Бұдан бөлік, қала аралық тасымалдау көбінесе оң жақ рульді Toyota Alphard көліктері қолданыста. Бұл алдындағы көліктен басып озу барысында қарсы жолаққа келе жатқан көлікті көруге кедергі жасап, жиі жол апатына ұшыратып отыр. Бұны да шектейтін уақыт болды. Жолда азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету майданға айналып отыр. Осы майданда заң мен тәртіп үстемдік етуі керек. Елімізде көлік апаттарының алдын алу, жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін келесі шаралар жедел қолдануы қажет. Заң талаптары бойынша агрегаторлар жол жүру ережелерін жиі бұзатын жүргізушілерді, оң рульді машиналар мен ескі машиналарды жолдан шығармауы тиіс.